Алейкум достар, бүгін сіздермен бірге орыс тіркеудегі машиналардың Россияда тіркеуде бар жоғын тексеретін боламыз. Енді білетіндер бар, білмейтіндер бар, білмейтіндерге арналған видео бұл енді. Өйткені қазір Instagram желісі арқылы, болмаса WhatsApp арқылы тіркеуде бар жоғын тексеріп береміз, залогта бар жоғын, розыскте бар жоғын тексеріп береміз деген рекламалар шығып жатыр ғой, 1000 теңгеге, 2000 теңгеге деп. Байша 1000 теңге, 2000 теңгеде ақша ғой. Сол шығындалмасын деп, бір несін тексеру жолын көрсетейін. win01.ru деген сайт арқылы мына жерге вин номер тіркейсіздер. Вин номерін менде өзімде осындай 2 машина болды, 2 автокөлік орыс тіркеуде. Біреу Nexia, біреу Газель. Мынау Nexia'ны тексерейік. Ол үшін араға вин номерді тіркейсіздер, сосын поискті басып. Мына жерден история регистрация. Бізде енді қазір заң бойынша Россияда тіркеуде болмау керек деп отыр ғой. Бірінші очередьте осы история регистрацияны тексереміз. Розыск тексеруге болады, наличие ограничения, ДТП бәрін тексеруге болады осылардан. История регистрацияны тексеріп жүрейік. Проверканы басамыз, и уже шығады мына жерге. Деу Nexia түсі песочный бежевый 2007 жылғы 1,5 объем деп. Нарада вин номерін, вин номері мен көзіс нөміріне қатаң қадағалау болады. Обязательно міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Кез келген санға қате кетсе, уже тіркеу жағы қиындау болайын деп тұр. Осындай тіркелген. Бұл 8 августа 2007 жылдың тіркелген Россияға. Уже 11 қаңтар 2019 жылы тіркеуден шығып кеткен. Уже таза тіркеуде жоқ Россияда деген сөз. Мына жерден уже розыск тексеруге болады. Уже информация розыске нет, розыскте жоқ машина. Так, история ДТП тексеруге болады. История ДТП. 15 мамыр сағат 8-ден 30 кеткенде Башқұртстан Республикасында алдынан соққы болған, және оң жақ есік, оң жақ кірбодан соққы болған екен. Деу Nexia. Соны тексеруге болады. Сосын менде Газель автокөлігі болды. Газельдікі де қалған екен, сол кезде тексергенбіз ғой алатын кезде. Бұл кезде ойбай тіркеуде болу керек деген әңгіме болып еді, тіркеуде болмау керек деген болады ғой. Бұны да тексеруге болады. История регистрации, проверка дейсіздер, уже төбесіне шығады. Газ 3302 2005 жылғы. Бұнда вин номер, көз нөмірін обязательно міндетті түрде тексеріп алыңыздар, өйткені қатаң түрде қараймыз деп отыр ғой. Бұныкі уже 2 ай 04-2005 пен 20-07-2010 жылдар аралығында бір адам тіркеуде болған. 28-07-2010 мен 04-12-2010 аралығында тағы бір адамда тіркеуде болған. Және 10-01-2011-ден бастап осы күнге дейін, данный актуальный осы бүгінгі күнге дейін тіркеуде тұрған машина бұл. Бұл артық уже енді Ресейге хабарласа ма, уже мәселесін болашақта шешіле ме, әлде міндетті түрде уже тіркеуден шешу керек қой. Бізде Қазақстанға келіп жатқан көліктердің көбісі бойынша 5-6 адамға сатылып кеткен көліктер, бұл қалай болатын. Өйткені біз Россиядан прямо келген адамнан алған жоқпыз, болған дейін қаншама адамдар сатылып кеткен. Бізден кейін қаншама адамға сатылып кеткен сияқты. Договор деген қалай болатын, қалай учеттен шығару керек екен. Розыск бұда да уже неде розыск жоқ деген. Осылай тексеруге болады достар. История ДТП. История ДТП. Наличие ограничений. Наличие ограничений. На Газельге запрет на регистрационное действие. Налог по бірдеңіз төленбей қалған ғой негізі. Сондайларының қайсы тексеріп алыңыздар. Таза болған дұрыс қой. Бұл видеоны жаңағыдай бір шығындалып 2000 теңге, 1000 теңге еш жаққа тексертпей ақ, осылай өздеріңіз ұялы телефондарыңыз арқылы win01.ru деген сайт арқылы кез келген уақытта, кез келген жерде өздеріңіз тексере аласыздар. Ең бастысы вин номерін білсеңіздер болған алатын машина.